эфир болот. Рахмет үчүн. Бүгүнкү сабактын тақырыбы туристтик эл таануу, сонун ичинде Америка элдери. Эми сол Америка элдерине келетін болсак, бул биздин үгүтүбүз Солтүстүк Америка элдери. Сонун география орунуна келетін болсак, Солтүстүк Америка батыс жарты шардагы курлук. Жер аумагы 20,36 миллион километр курайды. Аралдар менен коса эсептегенде жер көлөмү 24,25 миллион километр квадрат курайт. Тургундар саны 599 миллион адамды курайт. 2019 жылгы маалиметтер боюнча солтүстүк муздуу мухитине кирип жатыр, енип жатыр. Сонун ичинде Гудзон шыганагы менен Атлант мухиты, Мексика шыганагы менен және Тынық мұхиты мен Калифорния шыганагы коршалган. Ірі аралдарына келетін болсақ, солтүстігінде Гренландия, Канадан Арктикалық архипелагы, батыс жағалауында Оливет, Александр архипелагы, Ванкувер, Шарлотта патшайымы, шығысында Вест-Индия, Ньюфаундленд, тағы басқа аралдар бар. Ірі түбектерінде Бутия, Мельвилл, солтүстігінде болса, шығысында Лабрадор, Флорида, оңтүстігінде Юкатан, ал батысында Аляска, Калифорния түбектері бар. Жер бедерінен пайдалы қазбаларына келетін болсақ, құрлықтың беткі құрылысы әртүрлі болғандықтан, батыстың Кордильера тау жүйесі, шығысынан кен алқапты жазықтар мен орташа биіктіктегі таулар алып жатыр. Батыс бөлігінің орташа биіктігі 1700 метр, шығысында 200-300 метр, құрлық бойынша 720 метр болып есептеледі. Солтүстік Американың ең биік нүктесі Маккинли деп аталады шыңы. Оның биіктігі 6193 метр. Ал теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жері Ажал аңғары деп аталады. Оның тереңдігі 85 метрді құрайды. Солтүстік және солтүстік шығысында Лаврентий қыраты, оның биіктігі 300-600 метр. Оңтүстікке қарай орталық жазық 200-500 метрде орналасқан. Енді пайдалы қазбаларына келетін болсақ, солтүстік жазықтарда темір, мыс, никель болса, орталық, ұлы жазық, Миссисипи ойпаттарында мұнай мен газ, тас көмірлер кездеседі. Апалач пен Онтау бөктерінде темір мен тас көмір, Кордильера тау жүйесінде мұнай, газ, түсті металдар, алтын және уран пайдалы қазбалары кездеседі. Өзендер мен көлдеріне келетін болсақ, өзендердің ішінде ірілерін атап шығайық: Арканзас, Бразос, Черчилль, Колорадо, Колумбия, Фразер, Маккензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Қызыл өзен, Әулие Джон, Рио Гранде, Әулие Лоренс және Икон өзендері. Мұнда дүниежүзінің ең ұзын өзен жүйесі мен тұщы судың көп шоғырланған аймағы орналасқан. Ұзын өзендеріне ол Миссисипи мен Миссури, ал бағана тұщы су жүйесі ол ұлы көлдерде орналасқан. Ал Миссисипидің ұзындығына келетін болсақ, 3765 километрді құрайды. Енді ірі көлдеріне келетін болсақ, мұнда ұлы көлдер Мичиган, Виннипег, Манитоба, үлкен Аюлы көлі, үлкен Еріксіздер көлі кездеседі. Енді
солтүстік Американың флорасына келетін болсақ, өсімдіктер дүниесіне, қоңыржай белдеуінің орманы, тайга, тынық мұхит жағалауының қылқан жапырақты орманы, аралас және жалпақ жапырақты орман болып бөлінеді. Тайга негізінен қара және ақ шырша, Америка балқарағайы, бальзамды майқарағайдан тұрады. Кордильера тауларының тынық мұхит жағалауындағы ормандарында негізінен биік ағаштар, ситкин шыршасы, Дуглас майқарағайы, батыс туясы және қарағайдың бірнеше түрлері кездеседі. Қылқан жапырақты орман 40 градус солтүстіктен оңтүстікке қарай субтропиктік ормандарда ұласады. Шығысында мәңгі жасыл аралас орман және батысында мәңгі жасыл қылқан жапырақты орман таралған. Ұлыкөл ауданы мен солтүстік Апалаш өңірінде аралас орман, сары қайың, қант үйеңкісі, шамшат, жөке, ақ және қызыл қарағайлар өседі. Жалпақ жапырақты орман Апалаштың оңтүстігі мен Ұлы жазықтың шығыс бөлігін қамтиды. Мұнда еменнің америкалық түрлері, шамшат, ақ үйеңкі, жөке, шынар, қызғалдақ ағаштары өседі. Ал енді солтүстік Американың фаунасына келетін болсақ, жануарлар дүниесіне, тундра белдеуінде солтүстік бұғы немесе карибу деп атаймыз, ақ аю, ақ түлкі, леминг, ақ қоян, ақ жапалақ, ақ құр, тағы да басқалар тіршілік етеді. Канаданың арктикалық архипелагы мен Гренландияда күдір қодас кездеседі. Тайганың бұлан, вапити бұғысы, Америка суыры, қоңыр аю, Канада сілеусіні, құндыз, қызыл тиін тағы да басқалар мекендейді. Аралас және жалпақ жапырақты орманда Виргин бұғысы, сұр түлкі, қызыл сілеусін, сұр тиін, көртышқан, құстардан құладын, жабайы күрке тауық, жойылып жатқан құстар кездеседі осы аймақтарда. Орманды дала мен дала жануарларынан бизон, айырмүйізді бөкен, мазан бұғысы, койот, прерия түлкісі тек қорықтарда ғана емес, сақталған. Субтропикте аллигатор, кайман тасбақасы, қоқиқаз, бір қазан, Каролина тотықұсы мекендейді. Саяси бөлінісіне келетін болсақ, солтүстік Американ қазіргі саяси картасында 23 егеменді ел бар. Құрлықтың негізгі бөлігі ақш пен Канада алып жатыр. Барлығыңыз картадан көрсеңіздер, көп бөлігін екі елге тиесілі территориясы. Орталық Америка бөлігінде Мексика және Куба орналасқан. Сонымен қатар құрлықта ақш-тың иелігіндегі Виргин аралдары, Пуэрто-Рико, Ангра иелігіндегі Ангилия, Бермуд, Кайман, Монтсеррат, Торкс және Кайос аралдары кездеседі. Франция иелігіндегі Гваделупа, Мартиника, Сен-Пьер және Микелон аралдары, Дания иелігіндегі Гренландия аралы, Нидерланд иелігінде Аруба, Нидерландық Антиль аралдары бар. Ал бағанағы айтқан солтүстік Американың 23 елінің егемен елі осы бетте көріп тұрсыздар. Біріншісі ақш құрама штаттары, Антипуа және
Барбуда екіншісі, Багам аралдары, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикан Республикасы, Канада, Коста-Рика елдері, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Винсент және Гренадиндер, Сент-Китс және Невис, Тринидад және Тобаго, Ямайка елдері осы солтүстік Америка елдерінде орналасқан. Үлкен қалаларына келетін болсақ, міне үлкен қалалардың көрінісін көріп отырсыздар. Суретте бағана Вашингтон, Оттава, Нью-Йорк қалаларының көріністері көрсетілген. Ал енді осы елге барарда, келерде таныстармен кездескен кезде Америка жайлы қызықты мәліметтерді атап шығайын. Біріншісі бізде американдық азамат 16 жаста автокөлік жүргізуге құқысы бар. 18 жасында ол дауыс беруге және қаруды қолдануға құқылы. Ал тек 21 жасында келгенде алкоголь сатып алуға құқысы бар. Екіншісі, Монтана штатында малдың саны адамдарға қарағанда 3 есе көп. Өте қызықты мәлімет. Үшіншісі, американдықтардың 40% Дарвин эволюциясы туралы теориясына сенбейді. Төртінші, әрбір 7-ші американдықта 10-нан астам несие картасы бар. Бесінші, американдықтар әлемде ең көп балмұздақ жейтін халық болып саналады. Алтыншы, алғашқы теледидар 1936 жылы Нью-Йоркте пайда болды. Колледжде оқу ақысы орта есеппен $27,000 асады. Сегізінші, американдықтар үшін автокөлік немесе үйді несие алу тұрақты жағдай. Олар үнемі қарызға өмір сүре береді. ақш-та ресми мемлекеттік тілі жоқ. Олар көбісі ағылшын тілінде сөйлегендіктен олардың 80% ағылшын тілін өз ана тілі болып есептейді. 1776 жылдан 1967 жылдар аралығында ақш-та түрлі нәсіл арасындағы некеге тыйым салынған. Қазіргі уақытта ол заңдылық жоқ. Бұрын заманда болған олар. 11-ші, Америкада есімі мен тегі толықтай сәйкес келетін 4746 адам тұрады. Мысалы қарайтын болсақ, мысалы Томас есімі мен тегі толықтай сәйкес келетін. Және 12-ші, Америкада баланы кәмелетті жасқа келгенше тәрбиелеу және күтім жасау орта есеппен алғанда $245,000 ақш долларын жұмсалады екен. Ал енді біз Америка бойынша сабағымыз аяқталды. Енді сіздерге практикалық тапсырма берейін деп тұрмын. Бізде практикалық тапсырма бағанағы артқа қарай келетін болсақ, ақш солтүстік Американың 23 елін осы бетте көріп тұрған елдерді контурлық картаға салып, және тек қана контурлық картаға елдерді белгілеп қоймай, олармен бірге астаналарын белгілейсіздер, және осы 23 елдің астанасын келесі сабаққа дейін жаттап алуларыңыз тиісті. Жақсы сұрақ, назар аударғаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.